Айманова Самал Кылышбековна, Ақтөсай орта мектебінің ара шағын орталығының тәрбиешісімін. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесі құтты болсын. Bir шаңырақ астында халқымыздың ынтымақтастығы мен өзара ауызбірлігіміз нығая түсіп, республикамызда татулық әрдайым берік болып, достық бірлік мәңгі жасай берсін. Біздің халық басқа ұлтты шеттетпеген, жоқшылықта шепкенінде шешіп берген. Ұлттарымыз көп болар достық болса, жастайынан қанымызға әбден сіңген. О адамдар түсінікті бәрімізге, бейбітшілік, достық керек бұл жерге. Бір-біріне қолын созып қамқор етіп, қастық деген мәңгі өшсін есімізден. Я Алдабергенова Гульжан Естаевна, воспитатель мини-центра «Арай» при Актюсайской средней школе. Примите от нашего мини-центра самые теплые поздравления с 1 мая, праздником единства народов Казахстана. Это яркий первомайский праздник продолжает замечательные традиции нашего многонационального народа, символизирует мир и согласие. Желаем вам здоровья, благополучия и успехов в делах на благо Родины Республики Казахстан. Мамыр қазақ халқының бірлігі мен мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Bir шаңырақтың астында халқымыздың достығы мен өзара түсіністік одан ары жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. Поздравляем с праздником, с Днем единства народа Казахстана. Желаю счастья, добра и чистое небо над головой.